ұлттық аспабы. Ол үш бөліктен тұрады. Басы, мойны және шанағы. Бұл жер алақа деп аталады. Оның ішіне екі құлақ кіреді. Мынау мойында пернелер бар. Пернелер дұрыс қойылмаса, дыбысы дұрыс шықпайды. Шанағында тесігі бар. Тесігі болмаса, дыбысы қатты шықпайды. Басқа жағын қарасақ, мына жерде артқы бөлігі қалақшалардан тұрады. Дұрыс. Арқасы деп аталады. Мынау тиек. Тиексіз олар дыбыс болмайды. Ойнай алмайсың. Бұл шайтан тиек. Ол да тиек. Ол кішкентай, ол тиек, бірақ кішкентай. Домбыраны екі шегі бар. Тыңдаймыз, балалар. Осы екі шек тұғырыққа барып байланады. Тамаша. Рахмет, Назым.